Дәл қазір асқабақтардан тәтті тағам дайындаймын. Бұл асқабақтар өзіміздің бақшада өсірген өнім. Қараңыздаршы, қандай керемет. Түсін қараңыздаршы, түсі қандай. Осындай көлемде турап алдым. Енді форманың ішіне осылай қатар-қатар жатқызып саламын. Бір қасық бал мен жарты лимонның шырынын араластырып аламын. Осы қоспаны асқабақтардың бетіне жақсылап жағып шығамын. Дәл осылай. Дәміне қарай корица сеуіп, 180 градуста қызып тұрған духовкаға жарты сағатқа қоямын. Асқабақтар дайын. Қазір дәмін татып көреміз біз.